Қазақстанның жауынгерлік өнер ассоциациясының 22 федерациясы. 17 аймақтық өкілдік. Карате, жекпе-жек, толық контактілі спорт түрлері және ММА аралас жекпе-жегі. Қазақстанның жауынгерлік өнер ассоциациясының бірінші конгресі өткен жылдың 17 наурызында өтті. Сол жерде 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында карате Киокушинкайдан әлем чемпионатын өткізу шешімі жария болды. Ұйым құрамындағы спортшылар Назарбаев университеті жанындағы жаңа атлетика орталығының ашылу салтанатында топ жарды. Ашылу салтанаты рәсіміне елбасы қатысты және ол барлық спортшыларды құттықтады. Ассоциация жастар жылына арналған жауынгерлік өнер фестивалінде аса ауқымды жұмыстарды атқарды. Марафон Қазақстанның барлық өңірін тегіс қамтыды. Соның нәтижесінде ұйым спортшыларының қатары көбейді. Мерекенің ақтық мәресі 6 шілде күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ашқан жаңа жекпе-жек сарайында өтті. Ұйымның қыруар шараларға толы жұмыстарының соңын 2019 жылы карате Киокушинкайдан өткен әлем чемпионаты қорытындылады. Шараға әлемнің 50 елінен 300-ден астам қатысушы келді. Тартысты шара, тақымын қысқан жанкүйерлер, отандық құраманың қоржынына 15 медаль салынды. Келесі өтетін ауқымды шара студенттер арасындағы муайтайдан әлем чемпионаты. Ол ағымдағы жылы шілденің 21 мен 27 күндері Елордада студенттер спортының халықаралық федерациясы аясында өтеді. Ұйымның құрылған күні 2018 жыл, қараша. Президенті Кәрім Мәсімов. Қазақстанның жауынгерлік өнер ассоциациясының 2-ші конгресіне қош келдіңіздер.